үйреміз. Бесінші нөмірдегі секілді оқушылар кезек-кезегімен ойнайды. Яғни мен біріншімін. Мен бастаймын, міне таңдаймын 2. Мен мысалы әрқайсымыз таңдап аламыз. Мен осы ат болайын. 1, 2. Осы жаққа келеді. Оқушылар ойнайды, ал мұғалім бұл жерде өздерін осылай сұрақтар арқылы, мысалы сіз мысалы таңдаңыз, бір сұрақ таңдадыңыз, оқисыз. Повестің авторы кім? Повестің авторы кім? Сайын. Мұратбек, сіз таңдадыңыз, неше анда теңге тұр? 1000 теңге. Сізге қараңыз, 1000 теңге аласыз. 1000 теңге сізде бар. Ал келесі мысалы, келіңіздер, кім бар? Лақтырып көріңіздер. Ойнайсыз, мысалы сізде мысалы 4 түсті дейікші, сіз осы боласыз, қараңыз. 1, 2, 3, 4 шартты белгісі. Мынау қандай шартты белгі? Тағы да мұғалім алады, сіз таңдайсыз, міне жасыл неменені аласыз. Яғни алдыға 3 қадам, сұрақтарға жауап бермей отырып, бірінші алдыға 3 қадам жасап аласыз. 1, 2, 3, 2х теңге. Енді сұраққа жауап бересіз, қараңыз. Сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, 2 есе ақша аласыз. Мысалы, 1000 теңге ғой. Сіз дұрыс жауап берсеңіз, міне сізге 2000 теңге. 2000 теңге сіздікі. Одан кейін келесі мына жақта тағы айта кететін шартты белгілер бар. Мысалы, мынаған келіп 3 түседі. 500 теңге ең бірінші, мысалы сіз аласыз, 500 теңге, мысалы сізде 500 теңге тұрады, болды сіздікі. Одан кейін сұраққа жауап бересіз. Сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, мысалы сұрақтарда бар 500, 1000, 2000. Дұрыс жауап бердіңіз, тағы да 500 теңге. Келесі, ал енді қызықты қараңыздар. Тағы да бір оқушы келеді, алтын таңдайды, шайға түсіп қалады. Ал бұл шайды біздің өзіміздің фантазия ретінде шайды шартты белгісі бір шай ішіп алса демал деген секілді. Яғни бір кідіріс, бір айналым тоқтайды. Оқушылар барлығы 5-еу екінші рет айналған кезде ғана ойынға қосылады. Ал тағы да мысалы осыған келетін болса плюс 5000 теңге алады. Егер сұраққа дұрыс жауап берсе, ол жақта 1000 теңге болса 1000 теңге алады. Тағы да бір қызық оқиғасы, міне шартты белгісі жасыл, ол жақсы, алдыға қарай 3 қадам немесе 500 теңге қосып ал деген секілді мында шартты белгілер бар. Ал қызыл ою, ол бізде сәл кішкене артқа 3 қадам немесе әрбір ойыншыға сіз 500 теңге таратып беру керексіз деген секілді. Ал жасылда тағы бар, әрбір ойыншы сізге 500 теңге таратып береді деген секілді. Қана сұрақтар емес, тағы да оны қызықтырады. Одан кейін сұрақтарға жауап беру, міне қараңыздар, 1 минуттың ішінде оқушылар сұрақтарға жауап беру керек. Одан кейін тағы да бір қызығы, міне егер де барлығы келіп, барлығы секіріп, аттап сұрақтарға ақшасы көбейіп, ал айдаһарға келіп қалса, ол шартты белгі қайтадан басынан бастайды оқушылар. Осындай бізде міне 10 000 теңге бар, тағы да шай бар. Мысалы міне мындай жазып қойғанымыз минус 1000 теңге, плюс 2000 теңге, минус 500 теңге деген секілді. Бұл оқушылардың, яғни жалпы мәре сөредік қойдық, қайтадан келіп сөреге жету керек. Бұның негізі мақсаты кімде ақшасы көп, яғни сұрақтарға мұғалім кітапты оқығандығына байланысты ақша алады, яғни сұрақтарға жауап бере отырып. Кім бірінші келеді, және де кімнің ақшасы көп, сол жеңімпаз атанады.